Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, жағдайларыңыз жақсы ма? Алла тағала билік бермесе де, күнделікті табысы бар байлық бермесе де, атақ, даңқ бермесе де, жүрегімізге иман нұрын ұялатып, ұлтқа, жұртқа деген жанашырлық сезім бергеніне мың тәуба шүкіршілік. Қазіргі таңда ұлтымыздың тұғыры қыздар деп түсіне отырып, талантты ақын Тағайбек Тұрысбек бауырымыз екеуміз қазақ қызы деген өлеңді ол жазды, әнмен шығарып ұсынғалы жатырмыз. Себебі бүгінгі таңда қазақтың ұлдары махаббат деген жалған сезімге алданып, өзге ұлтқа үйленіп жатыр. Қазақтың қыздары өзге мемлекеттің азаматтарына тұрмысқа шығып жатыр деген сөзді естіп, жүрегіміз ауырып, содан шыққан шырылды сөз бен ән. Қазір тыңдап көресіздер, сөзінде жібереміз. Енді бұл Тағайбек бауырымыз осы заманның мен үшін мұқағали, халықтың мұқағалиына айналса екен дейміз. Өйткені бұның өлең жырларын мұқағалидың жыры деп біреулер оқып жатады. Оған халық куә. Өткенімізге қарасақ, Шәмші Қалдаяқов пен Мұқағали Мақатаевтың қадір қасиетін заманында білмеген. Енді талантты адамдар сондай халде өмір сүруі керек екен ғой деген ойдан аулақ болып, осы Тағайбек бауырымыз қазір жұмыссыз, талантына, қабілетіне сай жұмыс тауып, жағдайы дұрыс болып, өмір сүрсе екен деп армандаймын. Мен өзіме жәрдем сұрап тұрғаным жоқ. Осы баламен хабарлассаңыздар. Бұл баланың телефоны 8775 129 59 85. Осы жігіт Алланың қалауыменен көптеген кәсіби композиторлардың әндеріне сөз жазған азамат. Мысалға, Жарылқасын Дәулет сияқты тағы басқа бірнеше композиторлардың әндеріне сөз жазған азамат. Өте талантты. Қазір әнді жібереміз, тыңдаңыздар. Енді Алланың қалауыменен ұнап жатса, біз сияқты ұлтжанды аранжировщиктер, әншілер осы әнді ары қарай дамытып, халықтың игілігіне ұсынса екен дейміз. Себебі ұлдарымыз ер азамат болып, әрбір қызға қарындасым деп қарайтын жағдайда болса екен. Қыздарымыз инабатты, ибалы, өз ұлтын сүйетін азаматшылар болса екен деген арманмен шыққан ән. Қазіргі шығарылым бүгінгі таңдағы ұлтжанды музыканттардың қазіргі жастар талабына сай өңдеп шығарған жасанды интеллектілмен айтылған ән бұл. Соны ары қарай дамытсаңыздар дейміз. Енді композиторларды бұрын ойлаушы едім, аңылдап өлең айта салып кетіп. Сөйтсем бұл ән шығару, оны жарыққа шығару, оған текст табу, бұның бәрі оңай шаруа емес екен. Кітап жазғаннан да ауырма деп қалдым. Сөйтіп композиторларды түсініп жатқан жағдайым бар. Және де мынау куплет қысқалау болып қалды. Үшінші куплет жазып бер десеңіздер, Тағайбекке осы телефон нөміріменен хабарлассаңыздар болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Әнді тыңдаңыздар, бағасын беріңіздер. Қазақ қызы намысының арайнасы өзіңсің, әр азамат соны іштей сезінсін. Тәрбиенің тәубесігін тербетіп, әрбір ана уайымдамай көз ілсін. Қазақ қызы сұлулықтың айнасы, еркін дала гүліндей сен жайнашы. Қызы әрбір әке, әрбір ана аялайды гүл
kızın, жарық шамдай жағып бақыт жұлдызын. Инабатты тәрбиелі арудың, тамсанады көріп әлем нұр жүзін. Қазақы